оқушылар. Математика 2 сынып 46 сабақ. Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жай есептерді құрама есепке айналдыру деп аталады. Бүгінгі сабақта сен жай есептерді құрама есепке айналдыруды және оларды шығаруды жалғастырасың. Олай болса каналға тіркелуді ұмытпа, сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма. Жай есептерді салыстыр және шығар. Аулада 17 ұл және 18 қыз ойнап жүр. Аулада барлығы неше бала ойнап жүр. Яғни шартын жазып алдық. Барлығын табу үшін 17-18 қосамыз, тең 35. Жауабы барлығы 35 бала. Келесі, аулада 35 бала ойнап жүрді. Олардың 19-ы үйлеріне кетті. Аулада неше бала қалды? Жүрді 35, кетті 19, барлығы бізде 35 болды. Сонда қалтасын табуымыз керек. Ол үшін 35-тен 19 айтамыз, тең 16. Жауабы барлығы 35 бала деп жазамыз. Екінші тапсырма. Бірінші тапсырмадағы екі жай есеппен құрама есеп құрастыр, оны түсіндіре отырып шығар. Яғни біз бірінші есепті негізге ала отырып, жүрді 17 және 18 ұл және қыз деп алып аламыз. Кетті 19 бала дейміз, қалды қанша дейміз. Бұны біз құрама есеп қылып шығарамыз, себебі бұл жерде екі түрлі амал қолданылады. 17-18 қосамыз, 35, 35-тен біз 19 айтамыз, 16. 35 деп отырғанымыз аулада ойнап жүрген бала саны, 16 деп отырғанымыз аулада қалған бала саны. Жауабы 16 бала қалды деп жазамыз. Бұл бізде құрама есеп. Енді аулада ойнап жүрген балалар саны деген, яғни бірінші бізде қостық, екінші бізде азайттық, яғни алдында қалған бала. Жауабын біз жаздық, яғни мына кестені біз мына жерде шешумен жауабында толтырдық деген сөз. Үшінші тапсырма. Есепті салыстыр, осы есептермен құрама есеп құрастыр және шығар. Көркем еңбек сабағында қыздар 34 оюдың және 42 гүлдің суретін бояды дейді. Яғни ою және гүл 42. Қыздар барлығы неше сурет бояды? Барлығы белгісіз, яғни біз 34-ке 42-ні қосамыз, 76, барлығы 76 сурет бояды дейміз. Бұл бізде жай есеп, себебі бір ғана қосу амалымен шығарылып тұр. Енді осыған сәйкес біз күрделі құрама есеп құрастырамыз. Көркем еңбек сабағында қыздар 76 ою мен гүлдің суретін бояды. Оның 55-ін сынып бөлмесіне безендіруге жұмсады. Неше сурет қалды дейді. Енді бұл жерде де 76-тан 55 айтамыз, 21, жауабы 21 сурет қалды дейміз. Бұл да бізде жай есеп. Келесі төртінші тапсырма. Асы 42 мен 15 қосындысының мәні 39, азайтылған 12-ның айырмасының мәніне қаншаға артық дейді. Яғни біз бірінші 42 15 қосамыз, 57, 39-дан 12-ні азайтамыз, 27. Енді қаншаға артық екен табу үшін 57-тен 27-ні азайтамыз, 30. Жауабы 30-ға артық деп жазамыз. Әсі 61 мен 29 айырмасының мәні 66 қосыла 15 қосындысының мәніне қаншаға кем? 61-ден 29 айтамыз, 32, 66-ға 15 қосамыз, 81, 81-ден 32-ні айтамыз, 49. Жауабы 49-ға кем деп жазамыз. Бесінші тапсырма. Жасырын санды тап. 32 қосылған 24, одан бір санды азайтқанда 41 шығу керек. Яғни бұл жерде жасырынған сан 15. Келесі жасырынған саннан жақша ішіне 13 қосылған 21, жауабы 57 болу керек. Яғни бұл жерде 91 саны жасырылған. Келесі 56-ға біз 8-ді қосқанда, оған 11-ді қосқанда 78-ге тең болады. Және соңғысы 26-тан 13-ді азайтып, одан 9-ды айтқанда тең 4-ге тең болады. Яғни мына жерде жасырылған сандар 15, 91, 8 және 9. Алтыншы тапсырма. Есепті шығар. Цифрлық сауаттылық сабағында 8 қыз және 9 ұл компьютерде жұмыс жасады дейді. Яғни жұмыс жасады 8 қыз және 9 ұл деп шартын жазамыз. Олардың 12-сі жұмыстарын аяқтады 12 дейміз. Неше бала компьютердегі жұмыстарын жалғастырды белгісіз. Шешуі 8-ге 9-ды қосып алып, одан 12-ні азайтамыз, тең 5. Жауабы 5 бала жұмысын жалғастырды. Жетінші тапсырма. Ойлан тап. Асы. Бірінші сыныптың балалары кинотеатрға билет алу үшін 2-2-ден кезекке тұрды. Айдос пен Мағжан кезектің басынан санағаны 4-ші жұп, ал соңынан санағаны 10-шы жұп болды. Сонда сыныпта неше оқушы болды дейді. Яғни біз жұп-жұппен бірінші мына жұптарды санаймыз. Жұп деген бізде 2 дегенді білдіреді. Яғни мына жерде 4-ші жұп болса, мына жерде тұр екен. Ал соңынан санаған кезде барлығы 10-шы жұпта тұр деп тұр. Яғни мына жерде екен. Яғни олар Айдос пен Мағжан мына жұпты құрап тұр. Енді барлығы сонда санап шығамыз. 10 жұп болатын болса, 10, 11, 12, 13 жалпы 13 жұп бар. 13-ті 2-ге өтеміз, 26. Барлығы 26 оқушы бар
бала бар деген сөз. Әсі, апта күндерінің атын және санын атамай-ақ 5 күнді атай аласың ба дейді. Яғни бізде дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі және жексенбі деген апта күндерін құрайды. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.